Баршаңызға қайырлы күн, менің көрермендерім және подписчиктерім. Менімен бәрі оңай каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мадина. Бүгін біз сіздермен помидорды өз согымен дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, арнама тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Дәл осы рецептпен сіздер де дайындасаңыздар өте дәмді болып шығады. Қыстың күні таптырмайтын сок. Менің балаларым дәл осы сокты жақсы көріп ішеді. Енді помидорларымызды салқын суда 2-3 қайтара жақсылап жуып аламыз. Помидорларымыз қып-қызыл жақсы піскен және етті болғаны дұрыс. Сонда согымыз қою болып шығады. Міне помидорларымызды жуып тазалап алдық. Міне көріп тұрғандарыңыздай менің помидорларым өте қып-қызыл болып әдемі болып піскен. Помидорларым мен 3 түрлі помидор таңдап алдым. Үлкен помидор, орташа помидор және ұсақ помидор. Енді помидорларымызды керек емес жерлерінен тазартып, оларды үлкенірек қылып турап аламыз. Дәл қазір менің бақшамда помидорларым жаппай пісіп жатыр. Сондықтан келесі видеода кетчуп дайындайтын боламын. Келесі видеомды жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, видеомды бірінші болып көретін боласыздар. Және де комментарияға кетчуп рецепт деп жаза кетсеңіздер болады. Және кетчуптың бір емес бірнеше түрін дайындаймын. Оның ішінде пиццаға, донерге қосатын кетчуп та бар. Мен бірнеше жыл болды кетчуп, томат мүлде сатып алмаймын. Міне помидорларымызды әдемілеп турап алдық. Енді бұны кастрюльға салып, баяу отқа қоямыз да бір қайнатып аламыз. Асты жабысып күйіп кетпес үшін кастрюлеміздің табаны қалыңдау болғаны абзал және араластырып тұру керек болады. Енді помидорларымыз қайнағанша банкаларымызға орташа және кішкентай помидорларды толтырамыз. Мен 1 литрлік банкалар алдым. Банкаларымды алдын ала содамен жақсылап жуып, бір-бірлеп 2-3 минуттан қайнатып алдым. Қақпақтарымызды да солай қайнатып алдым. Енді әр банкаға бір жапырақ лабыр жапырағын салдым. 6-7 дөңгелек қара бұрыш салдым. 4-5 штук душистый домалақ бұрыш салдым. 2 штук чеснок салдым. Сосын помидорларымызды әдемілеп тізіп алдым банкаларыма. Енді кастрюльге ыстық су қайнату керек болады. Міне енді помидорларымыз қайнады. Астын өшіріп, кішкене суытып қою керек болады. Суымыз да қайнады. Қайнаған суымызды банкаларымызға құйып 10-15 минутқа қалдырамыз. Сосын суларын төгіп тастаймыз.
Помидорларымыз сәл салқындаған соң блендердің көмегімен бір келкі масса қылып езіп аламыз. Ситадан жақсы өту үшін блендер болмаса ештеңе етпейді. Осылай да өткізе берсеңіздер болады, бірақ сәл көбірек уақыттарыңызды алады. Енді ситаның көмегімен помидорларымызды дәндерінен, қабықтарынан тазалап, согын алып алуымыз керек болады. Міне керек емес дәндерін, қабықтарын алып тастадық. Енді согымызды кастрөлге құйып аламыз. Осындай әдемі сог шықты. Согымызды газға, баяу отқа қойып қайнатып алуымыз керек болады. Арасында араластырып тұру қажет болады. Енді банкаларымыздағы суларымызды төгіп аламыз. Міне банкаларымыздың суларын төгіп алдық. Енді әрбір банкаға 1 аспирин, 3 қасықтан ас қасықтан қант, 1,5 ас қасықтан тұз салып аламыз. Міне согымыз қайнады. Енді ыстықтай банкаларға құйып, бірден банкаларымыздың қақпағын жабатын боламыз. Банкаларға соқты құйып атқанда ортасына құйыңыздар. Банканың шетіне тиіп кетсе, жарылып кетуі мүмкін. Сіздерде жай қақпақ болса, қақпақтарды онда бұрандамен бекітіп аламыз. Сосын банкаларымызды еңкейтіп жатқызып, дөңгелетіп, қанты мен тұздарын ертіп алған дұрыс болады. Қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді банкаларымызды төңкеріп, жылы жауып қоюымыз керек болады 1 суткаға. Құрметті менің көрермендерім, менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау, сәлеметте болыңыздар.